Қайырлы күн достар, сіздермен бірге өте дәмді әрі жұмсақ, тез дайындалатын күлшелерді дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен апара дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған суымызды, сүтімізді, дрожжымызды және сары майымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға сүтімізді құямыз, суымызды құямыз. Сары майымызды және дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Суларыңыз, сүттеріңіз қатты ыстық болып кетпесін, себебі дрожжды салған кезде дрожждарыңыз пісіп қалуы мүмкін. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Және оның үстіне қантымызды салып, тағы да араластырып, бетін жауып қоямыз. 10 минуттай тұрған соң біздің дрожжымыз осылай көпіршіп, көтеріліп реакцияға түсуі керек. Егер осылай көпіршік болып шықпаса, онда дрожждарыңыздың жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Осыған өте мұқият болыңыздар. Және ұнымызға тұзымызды салып, осылай араластырып аламыз. Осы ұнның үстіне алдын ала дайындалған массамызды құйып, жақсылап қамыр елейміз. Осындай қаттылау қамыр болады, және осы қамырымыздың үстін жауып 10 минуттай демалдырамыз. Немесе сүлгімен жауып қойсаңыздар да болады. Осылай демалған қамырымыздың үстіне кішкене сұйық майымызды құйып, жақсылап июін қандырып елейміз. Міне осылай болды. Енді осы қамырымыздың үстін тағы да жауып, әбден көтерілгенше қойып қоямыз. Менің қамырым осылай болып көтерілді. Мен бұны баспай бірден 4 бөлікке бөліп алдым. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. 4 бөлікке бөліп, осылайынан күлшелеп алдым. Және алдын ала майланып дайындалған табамызға дәл осы күйінде орналастырып қоя саламыз. Және бетін тағы жауып қоямыз да көтерілгенше қалдырамыз. Міне менің қамырларым осылай болып көтерілді. Осы көтерілген күйінде қолымыздың көмегімен күлшелеріміздің формасын келтіретін боламыз. Видеодағыдай жасаймыз. Не осындай болды. Осы қамырымыздың ортасын вилкамен осылай тесіп шығамыз. Немесе арнайы құрал болса тіпті жақсы. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен екеуін араластырып септім. Және 180 градус қызып тұрған пеште 25 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Сіздермен бірге болған Назым, барлықтарыңызға ас болсын. Каналға